Сәлем достар, осындай қазақша тез дайындалатын борщ дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге көруді тамашалауға ұсынамын. Қалай пісуі, қалай неден бастауы. Алдымен етімізді қуырып аламыз, окорочкамызды майын қыздырып қойдым. Окорочкамызды турап алдық. Енді турап газ майға саламыз. Окорочкамызды қайтып жуып алдым. Ысып тұрған майға салдым. Сосын окорочкамды қуырып қойдым. Томатымды, салатын ингредиенттерімді көрсетейін. Свекло, картошка, морковь, жуа. Жуамды салдым. Енді морковьімді салам. Морковьім піскенше араластырып, кішкене қоя тұрам. 5-10 минутта әбден араластырып. Енді томатымды саламын. Томатымнан 2-3 қасық салам, қызарыңқырасын деп, кішкене. Сосын әбден араластырамыз. Араластырмай тұрып, бірінші қарабұрыш салам. Өзім дәмдеу мүштерімді. Қарабұрыш. Содан кейін паприка бұрыш. Қызыл бұрыш емес, паприка бұрыш. Аз-маз салам көз өлшеммен. Сосын әбден араластырамыз, былғаймыз. Әбден былғап, қызарғанша кішкене қуырып аламыз. Мен өзім жалпы осылай тез дайындалған жақсы көрем. Окорочкамен жалпы құспен тез піседі борщ. Етпен пісірген, конечно, дәмдірек болады ғой. Кішкене пісіріп қойдым, қуырдым. Содан кейін 2 бақыраш су құям. Қуырылғанның үстінен тағы 1 бақыраш су құям. Бір бақыраш аз болады ғой. 2-ші бақырашты да құйып жіберемін. Сосын қайнағанша кішкене қоя тұрамын. Тұз салам, дәмін келтіру үшін. Қайнағанша кішкене қоя тұрып, бетін жауып, оған дейін капустамды турап алам, дайындап. Капустасы молырақ болса, борщта тәтті болады. Свекло, капуста салса. Молырақ қылып капустамды турап алам. Әбден турап капустамды дайындап қоямын. Сосын свекломды турап қоям. Жаным қайнағанша. Суым қайнағанша.
Свектен тоғраймыз. Свекло. Суым қайнайын деп жатыр екен. Немді свекломды салып жіберем. Кішкене піскенше свекло себебі қатты ғой. Пісуі тез пісе қоймайды. Сосын свекломды салып жібердім. Бірінші светі де әдемі болып тұрады, қызарып. Қайнағанша кішкене қоя тұрамын. Әбден қайнағанша қақпағын жауып. Свеклом қайнапты. Боршым әдемі свет болыпты. Свекломның светі шығып. Светі әдемі болып жатыр. Енді қазір капустамды салам, картошкамды салам. Бірінші картошкамды салып жіберем. Балап. Сосын капустамды саламын. Капустам молырақ турадым. Себебі капуста көп болғанды өзім жақсы көрем. Борщта макарон, күріш ішіне дым салмаймын. Тек кілем овощтан жасалынған болады. Әбден араластырып, бетін жауып қақпағын қайнатып аламын. Боршым қайнап жатыр, пісіп қалған. Боршым пісті, почти